Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы қайта өрлеу дәуірі өнердің дамуын қалай өзгертті. Сабағымыздың барысында таныстырылымға аса басты назар аударып отырамыз. Сабағымыздың мақсаты қайта өрлеу дәуірі өнердің дамуындағы өзгерістерді анықтау. Мақсатымызға жету үшін мынандай бағалау критерийлер арқылы тапсырмалар орындайтын боламыз. Қайта өрлеу мәдениетінің қалыптасуымен танысамыз. Антикалық мәдениетпен байланыс орнату арқылы қайта өрлеу дәуірінің мәдениетін сипаттайтын боламыз. Гуманистік идеялардың ортағасырлық мәдениеттің дамуына ықпалын анықтайтын боламыз. Балалар, 15 ғасырдың аяғында және 16 ғасырда қайта өрлеу мәдениеті толық гүлдену деңгейіне жетті. Сол дәуірде дүниеге келген тамаша мәдени туындылар адамзат баласын әлі күнге дейін таңғалдырып келеді. Италияда бұл кезеңде мәдениеттің барлық түрі тез дамыды. Италияның түрлі аудандарында жергілікті көркемсурет мектептері ашылып, қайта өрлеу дәуірінің перзенттері кейінгілерге үлгі болған суретшілер мен мүсіншілер дүниеге келді. Флоренция қайта өрлеу дәуірінің орталығына айналды. Қайта өрлеу дәуірі итальянша Ринамишенто, французша Ренессанс дегенді білдіреді. Уақытына қарай Италияның қайта өрлеу дәуірінің алғашқы суретшілері де дүниеге келді. Суретшілер өз картинкаларында адамдардың кейпін, қимылын, бет ажарын шебер әрі табиғи түрде бейнелеп бере алды. Қаланың ірі байлары суретшілерге тапсырыс беріп, ата-бабаларының және өздерінің суреттерін салдырта бастады. Суретшілер әрбір салған суреттерінде адамдардың бет әлпетіне зейін қоя отырып, ерекше бет құбылыстарын қағазға түсірді. Олардың салған суреттерінде қуаныш, реніш, қайғы қасіреттер анық көрсетіліп тұрды. Және сол замандағы болып жатқан іс-әрекеттерді де картинкаға шебер түсіре білді. Қайта өрлеу дәуірінде суретшілермен қатар мүсіншілер де дүниеге келе бастады. Еуропаның өнерінің дамуына мүсіншілер өз ықпалын тигізді. Мүсіншілер адамдардың денесін батыл, қайтпас жігерлі етіп бейнеледі. Сондай-ақ мүсінге гуманистік мазмұн енгізді. Суретшілер мен мүсіншілермен қатар сондай-ақ гуманистер де Еуропадағы мәдениеттің дамуына өзінің ықпалын тигізді. Гуманизм адамгершілікті, адамға сүйіспеншілік идеяларын білдіретін көзқарастар жүйесі болып табылады. Ағартушылар ізгілік, әдеттілік және ғылыми таным негіздерін тарату арқылы қоғам кемшіліктерін түзетуге тырысты. Осы тақырып жөнінде толық мағлұматты қосымша мына таныстырылымда көрсетілген сайттардан ала аламыз. Бұл сайттарды қараудың маңыздылығы біздің келесі тапсырмаларымызды орындауға мүмкіндік береді. Оқушылар, тапсырмаға назар аударамыз. Мүсіндердің қандай дәуірге жататынын және олардың өзара байланысын анықтаңыз. Антикалық мүсінге тән ерекшелік, қайта өрлеу мүсініне тән ерекшелік және мүсіндердің өзара байланысын жазатын боламыз. Тапсырманы орындау барысында мынандай дескрипторларға назар аударамыз. Антикалық дәуірдің мүсінін атайды, қайта өрлеу дәуірінің мүсінін атайды, мүсіндердің өзара байланысын ашатын боламыз. Сонымен балалар, қайта өрлеу дәуірі қай ел? Қайта өрлеу дәуірінің атақты суретшілері мен мүсіншілері кімдер? Ағылшынның гуманист жазушысы кім? Мынандай кестеге назар аударамыз.
кайта өрлөө дәуіріндегі мәдениеттің дамуында бұрын не білетінімізді және тақырыппен танысқаннан кейін тапсырмаларды орындағаннан кейін не білгендігіміз жөнінде және не білгіміз келетіндігіміз жөнінде жазып, маған кері байланыс беретін боламыз. Осы тақырып бойынша үйге тапсырма аламыз. Қайта өрлеу мәдениетінің қалыптасуы тақырыбында мына төмендегі кестені мұқият толтырамыз. Ұлы суретшілер мен мүсіншілердің аты жөнін жазамыз. Өмір сүрген кезеңі мен елі, атақты туындылары, сурет пен мүсін өнеріндегі жаңалықтарын толтыратын боламыз. Құрметті оқушылар, сабақтың барысында берілген тапсырмаларды, үйге берілген тапсырманы, сондай-ақ кері байланыс ретінде маған таныстырылымда көрсетілген WhatsApp немесе Telegram желісі арқылы, немесе электронды почта арқылы маған жіберетін боламыз. Аудио немесе видео жазба ретінде. Сау болыңыздар.